Неге пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям таңертең және кешкі уақытта таң намазынан кейін айтатын зікірлерінде және ақшам намазының алдында айтатын зікірлерінің ішінде мынандай дұғаны айтады: Аллахумма инни аузу бика минал ажзи уал касал. Қараңыздар. Я Аллахым, мен сенен пана тілеймін мына бойымдағы әлсіздіктен және жалқаулықтан. Қараңыздар. Әлсіздік пен жалқаулық сіздің ішіңіздегі жеткілікті дұшпан. Сол екеуі-ақ жетеді ғұмырының біраз бөлімін зая кетіруге. Әлсіздік жүрген жерде ешқашан адамның бойындағы қабілеттері дамымайды. Ол қабілеттерге оның көзі де жетпейді. Сөйтіп өмірге ренжіп жүре береді. Маған бермеген алады. Ішіңге сап қойған қабілетті қашан әлсіздікті итеріп тастап істейсің, қабілет дамиды, өседі. Неше түрлі қабілетті көресің бойыңнан шығып жатқан. Алла бойыңа салып тастаған. Жаңа қабілеттерің арқылы неше түрлі ризық табуға болады Алланың қалауымен. Бірақ әлсіздік. Сосын жалқаулық. Мысалы, келемізде Құран жаттау керек еді дейміз, мысалы. Бір ай болғанда айтқанға. Бір айдан кейін Құран жаттау керек еді дейміз. Екінші ай өткен, үшінші ай өткен, Құран жаттау керек еді. Осылай айтыла береді. Бұл жалқаулық. Сен өзіңді қинамайсың мүлде. Көрдіңіз бе? Алла Тағала кесіп тастады бірден. Ұйқы, жалқаулық, әлсіздік деген нәрсе сенің досың емес болды. Тұр деген кезде ғұламалар тәпсірде айтады. Тұр, белсенді түрде тұр дейді. Қум бин нашат, белсенділікпен тұр. Білегіңді жиып ал, белсенді кіріс. Бұл бір мезетке ұмытылатын нәрсе емес, бұл ескерту. Қаншалаған адам жердің бетінде, қаншалаған біздің туысқандарымыз бар, қаншалаған біздің көршілеріміз бар, қаншалаған біздің достарымыз бар. Қай жолда олар? Жақсы, олар мұсылмандар. Қай жолда олар? Алланың хақысы өмірінде бар ма, жоқ па? Кім оған жеткізеді оны? Қараңыздар. Кім оған оны түсіндіреді? Әлде бұл хобби ма дін деген? Қаласаң ұстадың, мен сенем, сен сенсең сенбей қой дегенде жүре беретін нәрсе ол. Бұл хақ. Бұл елшіні жіберіп отыр Алла Тағала. Елшіден кейінгі бұл міндет елшінің міндетін, жаңағы үмбетінің мойнына ілінген міндет. Өйткені пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Құранда солай үйреткен: "Қул хазихи сабили", қараңдар. Айт оларға: "Міне менің жолым" деп. Қандай жол пайғамбарымыздың жолы? Аду илаллах. Мен Аллаға шақырамын дейді. Жалғыз сен шақырасың ба деген кезде "Ва ман иттабағани" дейді. Маған ергендер де солай істейді дейді. Көрдіңіздер ме? Сіздің әрбір сіздің ісіңіз, сөзіңіз осы нәрсеге үшін жұмыс істеу керек. Біз болсақ болмайды бір әңгімелерде жүреміз көбіне. Сіздің бойыңызда хақтың иісі тұру керек. Оларға бүйтіп айқырлап, қорқытып, ойбай қиямет келе жатыр деген мағына. Бірақ сіздің бойыңызда осы хақтың иісі тұру керек. Сізден жұғу керек оған шама келгенше. Міне пайғамбарымызды қалай тұрғызған. Тұр да ескер.